Халықаралық ақпараттық технологиялар университетіне оқуға түссең, кім болып жұмыс істей аласың? Батыс Қазақстан облысында су тасқынына қарсы белсенді іс-шаралар жүргізілуде. Нәтижесінде өзен деңгейі қалпына түсті. Әуе толқынында ITFM. Бүгін университет қабырғасында студенттік жәрмеңке ұйымдастырылмақ. Сіздерді кешкі сағат 6-да оқу ордамыздың автотұрағында қуана-қуана күтеміз. Алматыда нөмірі 5-ші бағыттағы троллейбус Абай мен Байзақов көшелері тұсындағы жер асты өткелінде соғылды. Жол қақтығысынан 7 адам зардап шеккен. Конвергентті журналист заман талабы. Бір емес, бірнеше мамандық иесі болған кезде Халықаралық ақпараттық технологиялар университетіне құжатыңды тапсыр. Бізбен бірге болашаққа нық қадам жаса.